Сәлеметсіздер ме? Құрметті білім алушылар. Қазақстанда 1960-1970 жылдар аралығында ашылған өнеркәсіптер ұлттық бірыңғай тестілеуге келетін негізгі тақырыптардың бірі. Сондықтан мұқият тыңдап, есте сақтаймыз. 1960 жыл Өскеменде конденсатор зауыты және титан-магний комбинаты ашылды. 1960 жылы Семейде тоқыма фабрикасы және кабель зауыты ашылды. 1960 жылы Жезқазғанда тоқыма фабрикасы іске қосылды. 1960 жылы Былғары аяқ киім фабрикасы және 1960 жылдың екінші жартысында Жамбылда электр станциясы іске қосылды. 1960 жылы Кентауда трансформатор зауыты іске қосылды. Кентау Шымкент қаласынан 260 шақырым жерде орналасқан. 1960-70 жылдары Текеліде аккумулятор зауыты ашылды. Текелі Талдықорған қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан. 1960 жылы Алматыда мақта-мата комбинаты және төмен вольтты аппараттар зауыты ашылды. 1960 жылы Ақтөбеде тоқыма фабрикасы іске қосылды. 1960 жылдың екінші жартысында Атырау қаласында химия-металлургия зауыты ашылды. 1960 жылы Павлодарда трактор зауыты ашылды. 1960 жылы Маңғыстауда газ өңдейтін зауыт және мұнай өндіру зауыты ашылды. 1965 жылы өзінің алғаш мұнайын берген кен орны Өзен. 1967 жылдың аяғына қарай жаңаша жұмыс істей бастаған өнеркәсіп орындарының саны 193. 1970 жылы Қазақстанда көмірді арзан бағамен ашық әдіспен өндірген өндіріс орны Екібастұз. Екібастұз Павлодар облысының оңтүстік батысында орналасқан қала. 1972 жылы Қапшағайда электр станциясы іске қосылды. Қапшағай Алматы қаласынан 70 шақырым жерде орналасқан. Қазір Қонаев қаласы. Құрметті түлектер, сіздерге сәттілік тілеймін. Грант иегері атануларына тілектеспін. Сау болыңыздар.